Қайырлы күн баршаңызға. Мына біріншіден Мұратбай бастаған бауырымыз топ ұйымдастырушы топқа баршаңызға рахмет, алғыс. Мына қарындастарымыз да кешеден бері дастархан жайып сөйтіп жатыр. Ол да оңай жұмыс емес. Сол риза болып жатыр. Мен қысқа нұсқа жаңағыдай өзім ұсынысымды айтып кетейін. Таныстырып өтіңіз. Иә, есімім Амантай болады. Амантай Сұлтанұлы, Ақтөбеден. Біздер соңғы 3-4 жылдықта өздерінің жеке тұлға ретінде бір 20-30 жігіт болып, бізде деген қазір ауылдық жерде әлеуметтік жағдай өте төмен. Сондықтан да қазір біздер жаңа ана нелеріне ұлт неге қарамай, өзге ұлт болсын, проблемалар, мәселелер көп жағдай. Енді ауылдық жерде деген нелері сауатсыз қағаз жайында соларға өте көптен көмек беріп келе жатыр, мақтанған емес. Сол ол көмек берген азаматтарымыз, орысы болсын, қазағы болсын, украиндық болсын, ертең біздер бір жиналыс осындай неге шыққан кезде солардың 80-90% біздерді қолдап келеді. Ол жағына немізді. Сол менің ұсынысым сол ауылдық жерден бастап осындай жеке тұлға ретінде көмек жағдай болса, мысалы көмек беретін, шама келгенше соларға көмектесуіміз керек те. Менің ұсынысым. Болды менде. Айдар, бұл жерде жаңағы Амантай бауырымыздың айтып кеткен несін айтайын. Біздің мына программада 3-ші тақырыпта тұрған позицияда адамдар қалай халықтың сеніміне кіреміз деген мақсатта кеше талқылағанбыз. Соның өзі басқасында жүріп істеп жүргеннен кейін қысқа нұсқа түсіндіріп кетті деп ойлаймын. Сол жобада 1,5 миллион халықтар неше қосылсам болады. Жобадан көріп тұрмын ғой. Келесі сөзді не алса деп едім? Тараз қаласынан келіп отырмын. Мынау Қызылорда көшпенді жиынына осындай құрылып жатқанына мен өте қуаныштымын. Және десе мынау Қарағандыда мынау Асқар бауырымыздың бастап жатқан бастамасы өте маған жағып отыр. Мынау неге Мағнумға бойкот жариялағаны. Және десе біздің мынау орыстардың және десе басқа ұлттардың бизнестерін біздің Қазақстаннан шығарып тастау біздің міндеттеріміз. Неге дегенде олар біздерге көп кедергі етеді. Мысалға алайық, мынау Яндекс, енді мынау Мағнумға бойкот жарияланды ғой, енді Яндекске бойкот жариялау керек деген себебім, Яндекстегі істеп жүрген жігіттер 1000 теңге алатын болса, соның 15% Россияға кетіп жатыр. Ол 15% Россияға кету деген үлкен ақша Россияға, Қазақстаннан кетіп жатыр. Сол үлкен ақшаманан орыстар, россиялықтар ойына келген не қылып, тыныш отырған мемлекеттерге барып соғыс ашып, солардың бала шағасын қыруда. Осыны ендігі мынау бастаманы бастап берді Асқар бауырымыз. Ендігі бастама бүткіл республикамызда мынау Яндекс деген такси мынау несін қуып шығуды біз өзімізге міндеттеп алуымыз керек. Мысалға мен осы жаққа келе жатып, мен өзіміздің Тараздағы Яндексті ақырындап тесіп кеттім. Ол жерде бір баланы орысша сөйлей алмадың, орыс жүргізушісімен орысша сөйлей алмадың. Әрбір таксист орыс жүргізушісі болсын, басқасы болсын, оларға ИП ашу керек. ИП турасында сен түсінбейсің, және десе соларға орысша сен түсіндіріп бере алмағансың деп, бір баланы диспетчерліктен шығарып тастаған. Сол мәселені мен азғантай көтеріп келдім. Ендігі мәселе осы Яндексті қай республикада болса, сол республикадағылардың барлығын шығарып тастау. Менің ұсынысым осы, басқа жоқ. Оның жолы қандай? Жолы қандай? Енді жолы қандай болғанда, бойкот жариялау. Осы Яндекстегі таксисті, анау жан бағып жүрген бауырларымыздың бәріне түсіндірме жұмыстарын жүргізу, сөйтіп таксистік жұмыс жүргізіп жүргендерге. Басқа міне қазақ жігіттер ашты бізден Тараздан таксистің нелерін, фирмаларын. Бірақ олар жүргізе алмады. Яндекс оларды бастырмалатып,
Яндекс олар тұншықтырып тастап жатыр. Сондықтан әр жерлерден қазақ жігіттерге мынау шамалары бар ашуға. Бірақ ақшаның жоқтығынан мынау Яндекстің жаңағы нелерін жүйелерін жақсылап не қыла алмағандықтан, компьютерін меңгере алмағандықтан, ақша болмағанын меңгере алмайды да. Меңгеріп қойған Яндекс олар тұншықтырып тастап жатыр, ашқандай қайтып жабылып қалып жатыр. Осыған біз жәрдем беруіміз керек. Осыларға жәрдем берсек, Яндекс өзінен өзі бізден шығып кетеді. Кенжебек ағамызға келіп. Yok ana бірінші бітсін. Жоқ, Соны аударасыз. Жоқ, қосып жібереміз. Сол қосылып аударасыз. танысып қояйық, енді менің атым Кенжебек болып жатыр, фамилиям Сұлтанбек. Фейсбукта отырамын, парақшада. Жалпы Семей тұрғында уже 16 жылдан қағаз кетті, жерін бастап. Одан кейін осы тоқтамай, осы қаңтарда да отырып шықтық енді. Оның бәрі түк емес, себебі біз ел үшін жүргіземіз. Сондықтан жаңағы ағамыз айтып кеткен ана Яндекс дейді ғой. Жалпы біз Ресеймен күресетін болсақ, бір жағдай бар да. Ол, например, бізге Ресейдің компаниялары өздерінің қаруларына көмектесті деген тақырыпта жұмыс істеу керек. Себебі сонда ғана біз оларды шығара аламыз да. Біз мемлекетіміз спонсор бола алмайды да соғысқа. Санкция дейді ғой, санкция. Сондай санкционный спискқа апаратындай жолдар іздеу керек. Ол үшін нақтылы қанша ақша кеткенін, қалай соны ғана көрсете аламыз. Сөздің шыны керек. Соны айтып кетейін деген Яндекс туралы жалпы Ресейдің тағамдары келгендер туралы да сол істеу керек те. Ол неге? Именно сол спонсор болып жатқаннан, соғыстың. Ал енді мен айтайын деген қазір ештеңе айта алмаймын. Себебін әлі тоқтай әлі білмей жатырмын да осылай. Нұртаза бауырымыз айтып кетті ме, ағам бола ма, бауырымыз бола ма, енді құрдас бола ма екен. Өте жақсы бағдарлама айтып отыр. Оны неге айтамын? Жалпы бәріміз мына үкіметті ауыстыруға деп бір мақсатымыз бар. Соны біз этап-этапқа бөліп, мынау бір этаптардың біреуі деп ойлаймын да. Сондықтан жалпы Нұртаза оны бөліп ұстау керек те, соны жұмыс істеу керек. Оның ертең мына көшеге шығып көтеріліп келеді, көше партиясы бар, Аға Қазақстаны бар, тағы да көп партиялар ашылмай жатыр, жұмыстар істеп жатыр олар. Оларға да біз кедергі жасай алмаймыз. Оларды да біз қолдауымыз керек. Но әрине ол болмайды. Неге болмайды? Жаңа ағамыз айтып кетті, шектеу қойып жатыр да. Сондықтан бұл жерде мен анализ жасап, өзім экономический образование көп жылдары управляющий фирма менеджер болып істегеннен кейін тәжірибем бар да, қалай істеу керек. И кісілермен ақылдасып жүрмін. Ең бірінші қаражат керек те. Ол қаражат керек пе, мынандай ұйымдастыру үшін, оны біз қайдан аламыз? Ешкім жоқ. Шетелден алуға болмайды қазіргі заң бойынша. Сондықтан біз өзімізге, оның халықтың общественный фонд саяси қоғамдарға байланысты деп жазуға болады. Именно сонымен ғана алуға болады. Өте жеңілді халықтан жинаған. И соған сол ақшаны жұмсауға болады да, сіздерге беруге дегенде жинастыруға. Сондай партия біреу ашам десе, көмек. Ол саған берем, саған бермеймін деген әңгіме болмау керек. Ол ақша болса ғана береді, жоқ болса оны немене. Сондықтан біз бөлінбегенде халық көреді де, біз тек өзіміздікін қолдаймыз деп айтуға болмайды. Екінші жағдай, мынау сайлау. Қазір бұрын біз мәжіліс президент сайлауына ғана қатынастық. Сөздің шыны керек. И бақылаушы. Сондықтан мына өзгеріс тез болмайтыны анық болып тұр да. Ол анықға сондай да система нешетен жүйе істеп жатыр да, заңдарды, даже бір какое-то постановление, указ, конституцияны норма шығарып тастайды да. Сөздің шыны керек. Сондықтан біз де пайдалануымыз керек. Сондықтан қазір ауыл әкімдері, район депутаттары, ауыл әкімдері, қала әкімдері сайланып жатыр. 1 қаңтардың 25 жылдан бастап бәр жерде сайланатын болды. Сондықтан біз бақылаушыларды дайындауымыз керек. Бақылаушылардың бір жақсысы, мен пойызда келе жатырмын ғой, біз саясатпен араласпаймыз. Саясатпен араласпай қойғанда, но проблема бар ма? Бар. Оны қалай шешу керек? Сіздер бақылаушы болыңыз деймін да. Неге бақылаушы боламыз дейді да? Просто сіздер дұрыс адам келгенде көріп, соны байқап қалсаңыздар болды да. Оның жолдары да әртүрлі болады. Ақырғы мынау АЭС туралы
референдум болғанда өз басынан өткен нәрсе маған ана удостоверение бермей қойды да. Қазақстан бойынша мен адамдарға жанымда жүрген бақылауға Семей қаласында рұқсат бермейді. Сонда мен мониторинг деп тауып алдым. И осындай неге бардым да есіктің алдында отырып алдым да. И қанша адам кірген. Себебі референдумда ол 50% келмесе есептелмейді екен. Сонда менде 25% келді. Содан кейін енді комиссияға барсам менде 25% десем, ол сіздің ғана отыз сатыңыз. Содан кейін тағы да бір жинап алсам, қалада ғана осындай болды, ауыл басып кетті деп сөз табады. Сондықтан мен ұққаным, біз бәр жерде болуымыз керек та. Ол кісілер кім дейміз ғой, ол кімдер? Ауылда кім, партия кірмесе, басқа жолдарда. Онда өздерінің активистері бар ғой енді. Өкіметке қарсы жүргендер. Бірден емес, сол кісілерді тарту керек та жолға. Саясатпен араласпайды. Оны жақсыға ешқандай талабы жоқ, ол үшін ешкім қысқыламайды дегендей. Ата-ана балаларын жұмыстан шығарып тастамайды, сондай жолдарды тауып қою керек та. Ол біздің мына резерв. Сонда мына бір азаматтарға жоқ, сендер неге депутат болмайсыңдар, білімдерің бар, жағдайларың бар десем, Кенжебек бізге мына жүйеге сенбейміз, сайланатын комиссияға сенбейміз дейді. Даже қалалық мәслихатқа. Ол 5-6 участоктар бақылайтын. Қарап береді, сен қалап берсің, сен бара аласың, мен барам. Вот олар білмей жүрді. Енді соны 20-30 адам ғой сайланатындары мәслихатқа қалалық. Соны қолға алатын болсақ, онда партиясыз. Мәселе қайда? Партиясыз. Если одандай адамдар сенетін болса, мен ойлаймын, солар нақты жұмыс істеледі. Қазір таңда енді Қызылордадан өзіміз Алмақтар деген ағамыз келді, Мұхит деген, сол кісіге берсек өзім. Мынау алдарыңызда бір рет ағайындар, мынау осы программада енді өзіміздің ұсыныстарымыз бар. Осыны алып кетемін, маған ішінен біреу маған ұнайды екен, осыны не аламын десеңіздер де болады. Жоқ, өз ойларыңыз болса, өздеріңіз ұсыныстарыңыз. Менің есімім Мұхит, фамилиям Нұрмахан. Қызылорда ауданда тұрамыз. Жаңа енді айтылып жатқан нәрсе жақсы айтылып жатыр. Нұртаза еді, басында ініміз. Нұртаза енді басты мәселелерді айтып кетті ғой. Соның ішінде мынау баптары, сайлау туралы заң, жаңа осы жерде жігіттерді айтып жатыр. Жаңа Нұртазаның айтып жатқан, оқып жатқанынан 30% дейді, жоқ. 50-де 50 болу керек. Мажораторный 50, қалғаны 50. Солай деп не қылса деймін мен. Өйткені 50-ден төмен болса біздер талай сайлауларға қатыстық, көрдік. Сондықтан да саяси партияның басқалары 50 болсын. Одан кейін жаңағы мажораторный жеке адамдардың түсетін 50-де 50-ге мен сондай ұсыныс беремін. Екінші, ауыл шаруашылығын айтып жатырсыздар. Дұрыс, бәрі де. Ауыл шаруашылығынан біз аграрлы мемлекетпіз ғой енді. Қазақстан жаңа жер көлемін айтып жатсыздар, малдың санын айтып жатсыздар, барлығында аграрлы мемлекет. Соның ішінен ауыл шаруашылығынан астық өнеркәсібін бөліп алу керек. Астық өнеркәсібі өз алдына министрлік болу керек. Бұл астық біздің құндылығымыз, астық біздің байлығымыз, астық біздің валютамыз. Сондықтан да жаңағы өз алдына мен құрылым болса, министрлік болса деймін. Өйткені Қазақстанның бидайы шетелдерде өте жоғары бағаланады. Қатты бидайлар, мына Қарағанды, мына әсіресе Павлодар жақтың бидайлары өте, Қостанай бар, өте жақсы бағаланады. Сондықтан да менің клейковинаста өте жоғары қатты бидайлар. Одан кейін жаңағы осы жерде жиналған кісілерде біраз нәрселерін басын шалып өтті ғой енді. Мен де сол айтқандарға қосыламын. Мына бастап жатқан тірліктеріңізге Алла тағала берекесін берсін. Келесі сөзді енді Шымкент қаласына Ибрагим ағамызға берсек. Микрофон беріңіз. Жастар тыңдап алайық та, соң көшіріп. Қаласынамын, атым Ибрахим.
мына жерге жиналып отқан жігіттердің мақсаты бәрі дұрыс, мен қолдаймын. Мынау шетелден келген азаматтар, қытайлар, басқа да ұлттар Қазақстанға келгелі азаматтық алды, қазақтың қыздарын алды, қойындарына салды, бала туды. Олар қазір 25-30-ға келді. Олар ертең билікке келеді, депутат болады, президент боламыз, таласады. Ар күні бәрімізді құлғылап көтеруімізге теуіп. Сондықтан осы азаматтық алғандардың бәрін қайтадан азаматтықтан шығаруға әрекет жасау керек. Басқа әңгіме жоқ. Тіл ол өмір бақи айтып кеткен мәселе. Жер өмір бақи айтып келе жатқан мәселе. Ең қауіпті бәле мынау. Азаматтық алып, қыздарымызды алып, қойнына салып, өзімізге жау дайындап жатыр. Осымен айланысу керек. Дұрыс айтасыз. Енді келесі сөзді Шымкенттегі Жақсылық ағамызға берейік. Үлкен кісілер бар ғой. Жоқ, ақыры жастар сөйлеп алсын. Сөйлеп алсын. Үлкен кісілер Сөйлеп. Досқайырұлы Жақсылық, Шымкент қаласынан келіп отырмын. Мына ұйымдастырған кісілерге рахмет. Келген ат терлетіп сіздерге де рахмет. Танысып жатырмын, қуаныштымын. Менің ұсынысым біреу ғана. Өйткені еліміздің коррупциядан басқа жетісіп жатқан саласы жоқ. Қай жағынан болса да, заң бойынша да, экономика бойынша, ауыл шаруашылығы бойынша да, бәрінде де. Айта берудің керек жоқ, айтпаймын да. Енді қаншама белсенділер сотталып кетті, қаншамасы әрекет жасап жатыр, шырылдап, жылап, көздеріне жас ағып. Соның бірі біз, сіздер. Бұның бәрі ешқашан бітпейді, егер де халық санасы оянбаса. Құлдық санадан құлдырмасақ, түсіндірмесек. Сондықтан менің сіздердің айтқан ұсыныстардың бәрін қолдаймын. Иә. Әрине, жасап жатырсыздар, тырысып жатырсыздар, әрекет жасап жатырсыздар. Бірақ бұның артында халық қолдамаса керек болмай қалады. Оның ешқандай несі болмайды. Сондықтан мынау сөз бостандығын қайтадан жандандырып, халықтың арасында көп жұмыс атқару керек. Халық қатты ұйқыда. Оны айтатын ештеңесі жоқ. Көріп жүрміз неше жылдан бері. Бесіннен бәрін саусақпен көрсетеді, жай деп. Әлде болса да қашады бізден. Лайк басудан қорқады. Сондықтан бұл енді негізгі мәселе емес. Бірақ біздің ең негізгі мәселеміздің түрткі болып, соның орындалуының нақты бір себебі халық артымыздан қолдау керек. Сол жөнінде біз жұмыс жасауымыз керек. Мен басқа ешнәрсе айтпаймын. Мен сол ғана, мен басқа ешнәрсе. Бірақ ұсыныстарыңыз бәрі дұрыс. Бірақ артында халық болмайынша ешнәрсе болмайды. Болды ма? Рахмет. Келесі сөзді осы қызылордалық Жалағаштан келген Божан деген бауырымызға берейік. Ассалаумағалейкум, қадірлі жиынға жиналушы ағайын, ол елге сіздің бойына қош келдіңіздер. Мен осы ұйымдастырып жатқан ағайынға рахметімізді айтамыз. Бірінші Бозжан Төлеутайұлы. Енді көп нәрсенің басы шалынды, айтылды. Енді жалғыз жерден тіл мәселесіне келейікші. Бізді қинап жатқан қазір. Біздің Қызылорда облысы 90% орысша қазақша сөйлейміз ғой. Басқа елдерде, әлеуметтік желіде жалпы қарап отырсаң, елдің ішінен араздыққа апарып жатқан тіл мәселесі. Сол тіл мәселесі болмаса, жаңа айтқан маңыңызда, янтексіңізде басқа да болмас еді. Осы тіл мәселесін халықты қазір жара бөліп тұр екі жаққа. Осы мәселелерге қарасақ, сосын жаңа сайлау мәселесі де бізде көтеріліп жүрген, мысалы сайлауға қанша халық сөйлемей, жаңа өзіне қойған жаңа неге барамын, әкімдікке барамын деген балалар бар, жастарымыз бұлардың бәріне бір қойып қойған критерийлері бар. Яғни 5 жыл мемлекеттік қызметте болу керек деген сияқты. Осылардың барлығын жалпы қалай болғанда билік апармаудың мәселесі ол. Соны халықты кәдімгі
ұлт жағында қазақты, яғни қолынан іс келетін іскер жігіттерді апармаудың тәсілі. Сосын енді оның қасында енді бүгінде бақылау деген нәрсе бар сайлауда. Сайлауда жүріп мен Мәкеңнің шәкіртімін, барып бақылай алмаймыз. Қоғамдық бірлестіктердің бәріне қазір агитациядан өткізіп қойды. Сіз оны апара алмайтынын, оны тіркей алмай жүрген нәрселер бар қоғамдық бірлестіктерді. Мен өзім 3-4 рет тіркеймін деп әуре болған қазақпын. Соны тіркей алмадық. Енді сөйтсе оның да өзіндік жолдары бар екен ғой. Енді біздің Қызылорданың өзін тіркей алмағам. Осы сайлаудың басына, елдің басына жаңа шейттің кәдімгі ұлтшыл халық барса, менің басты арманым сол кезде елдегі экономикалық жағдайда, басқа да жағдайларда халықтың жағдайы болады ғой деп ойлаймын. Енді қазір көп нәрсені қолға алып жатырмыз ғой. Соны халық енді сол әуелгі нәрсе сол сайлаудан бастап ойлау керек. Сол кезде елдің басында жұмыс істейтін елге жаны ашитын азаматтар барса, халықтың жағдайы жақсы болады ғой деп ойлаймын. Болдым, рахмет. Келесі сөзді мына жастардан Алматыдан келген Ишан бауырымызға берейік. Бәрекет. Армысыздар, қайырлы күн, есен амансыздар. Жалпы осындай жиынның болып жатқанына қуанам. Баста Шымкентте болған оны білмедік. Жалпы мен келу мақсатым жиыннан іске көшу. Амандық болса айтып жатқандарыңыз барлығы жазылып жатыр ғой. Сол әр адамға мен қадалатын боламын. Аға, сіз осыны айттыңыз ғой. Бұның істеу жолы қалай? Кәне біз нақты жүйесін қойып беріңіз. Осы әр айтқанымызға жүйе қалыптастырсақ, қағазға түсірсек, жүйелі іс сол нәтижесін береді ғой. Сол үшін әрқайсыларыңыз бұған дейінгі жиналысқа сөз сөйлейтін болсаңыздар, өз-өздеріңізге ант беріңіздер, мен сөз сөйлеу үшін бармаймын деп. Әрі қарай іс жалғасатын болса, келіңіздер, жиын енді қай қалада осы ағалар белгілей жатады. Мен одан бір ойым кеше айттым. Қызылорда қаласынан қазір осылай мемлекетке маңызды жиынды өткізіп жатыр ғой. Азамат қоғамды дамытуға, елді дамытуға деген сөз ғой, азамат қоғамды. Осы Мұратбай ағалардан гөрі қазір Төреғали осы жергілікті сіздердің әншілеріңіз ертең ол партия құрам, депутат болам десе, сіздердің ағайын туыстарыңызда, балаларыңызда сол Төреғалиның атынан кетеді. Неге? Ода танымалдық бар, ода ақша бар. Ол қаржысымен бір қайырымдылық концерт өткізеді, бір тегін қызылордалықтарға концерт өткізіп береді. Болды, барлықтары соның артынан кетеді айғана. Төреғали молодец, ұлтшыл деп. Қызылордалықтарды қолдайды. Сол үшін танымалдық керек. Әрқайсыларыңыз, мен 24 жыл күрестім, мен 10 жыл күрестім емес, әлі де кеш емес. TikTok-па, әлеуметтік желілерден парақшаларыңызды ашыңыздар. Сіздердің айтып жатқандарыңыз халыққа керек, маңызды. Әлеуметтік желіде өздеріңіз сияқты үлкен кісілер бар, сіздерден үлкен кісілер де бар. Олар тыңдайды, олар әрекетке көшеді. Сол үшін жабылып қалмаңыздар. Менде қазір YouTube каналында 40-нан артық адам бар, бірақ мен тек саясат емес, қазір жеке салауатты өмір салтынан жастарды қатарыма қосып сөйтіп жатырмын. Олар да саясатқа келу үшін әр бағытқа өзіміз бас сұғуымыз керек. Біз отыра беріп, біздікі дұрыс, біздің арттан ерсін деген, ол дұрыс нәрсе. Бірақ ол адам ол дұрысыңызды қалай түсінеді? Біз оның арасына бармасақ. Сол үшін танымалдық керек, әрқайсыларыңызға танымалдық тілеймін. Керек нәрсе 21 ғасырда. Атын шықпаса жер өрте дейді, білмеймін не істейсіздер. Әлеуметтік желіге кіріп алып, билейсіздер ме, тағы не істейсіздер. Бірақ саясатты маңызды екенін халыққа жеткізе білсек. Әзілмен жеткізейік, ойнап, күліп, ұрсып жеткізейік. Бірақ танымалдылық бізді құтқаратын нәрсе. Билік не үшін қазір Мақсат Толықбайды қойды? Мақсат Толықбай танымал журналист, елді жерді аралады. Нартай Аралбай, оның да YouTube канал жүргізді, 300 мыңдай аудиториясы бар, халқы бар. Билік артында халқы бар адамды қолдайды ғой. Кім? Ринат Зайд, аузына жұртты қарататын ақын, айтыскер. Алды ғой, сатып алды, тағы басқасын. Биліктегі қарап отырсаңдар, не ақшасы бар бизнесмен, не компаниясы бар, не танымалдық аудиториясы бар, халық аузына қаратқан адам. Әнші спортшыларды не үшін билікке барады? Халық оларды білді, көрді, таниды. Сол үшін сіздер де танымал болу керексіздер. Болмаса бір танымалдықта адамдарды итермелеп қолдауымыз керек қой. Осы айтарым. Сол кезде нәтиже болады. Точно уақытқа ролды кеткізді. Келесі сөзді Семей қаласына келген Ерлан деген ініміз бар. Жүгір кеше Шымкентте де ұйымдастырған осы жігіт. Бастамасы негізі. Осы кісіге керек. Ассалаумағалейкум, армысыз ағалар. Осындай жиындар болып жатқанына өте негізі қуантады. Нәтижесі аз болса да, бірақ қуанамыз әйтеуір. Жоқ емес, біз бармыз. Өліп қалған жоқпыз, мәңгілікке тіріміз әйтеуір. Аз болсақ та. Әр өңірде
мына Шымкентте бастаған жиналыс мына жалғасын осы Қызылордада тауып жатыр. Мына жүгіріп жүрген әрқай белсендіге рахмет. Өздерінің өңірлерінде өздерінің ауызбіршіліктері бар екенін көрсетіп жатыр біріншіден. Өзіміздің арамызда, белсенділердің арасында. Енді осыны біз үлкен ауқымды осы жиналыстар жалғастырудың мақсатында бүкіл Қазақстанға көрсетсек деген ойменен әр қалада ұйымдастырулар болады бұйыртса ақырын. Сол болатын жиналыстарға мысалы ертең Қарағандыда болса күні белгіленді, группадан айтылды ма, әр өңірден бір адамнан, екі адамнан жіберуге жоқ дегенде тырыссаңыздар, бармайтындар баратындарға қаражатын жинап берсеңіздер, өздеріңіз осы жиналысқа келіп, одан кейін үнсіз қалқамай, алдыңғы жиналыста осылай айтып еді, тағы да жиналыстар болатынын, соны елеп ескеріп жүрсеңіздер. Сіздер білесіздер, заңменен қозғалыңыздар, дұрыс, мен ризамын. Заңмен қозғалған дұрыс қой, заң болмаса біз жабай адамды болып кетеміз. Заңмен қозғалған дұрыс, бірақ заңның орындалмай жатуына байланысты біз мынау қазіргі қылмыскер халыққа қызмет етпейтін жүйені ауыстыру түпкі мақсатымыз сол ғой. Халыққа қызмет етпей ма кетсін. Оны ауыстыру үшін біздің ортамыз көбею керек. Қалтамызда қаражат болу керек. Осының бәріне жету үшін біз қазір бас қосып жатырмыз. Кешегі болған жиында болған кемшіліктерді, мысалы бір күн ерте шақырып, 3 күнге әдейі істеп жатырмыз. 3 күн. Бірінші күні келеміз, жай ғана сөйлесеміз, әңгімелесеміз. Алдыңғы болған жиындағыларды талқылаймыз. Не айтылды, не істелмеді, нені айттық, неге істемедік. Істемесек неге айттық оны. Ал оны айтпай үнсіз қалқап, бір-біріміздің көңілімізге қарасақ, біз ешқашан нәтижеге жетпейміз ол. Бір-біріміздің көңілімізге қарап. Оны ашып айту керек. Ұрыста болатын шығар енді арасында. Ұрыссыз болмайды ғой. Солай сөз таластыру арқылы біз келісімге келеміз деп ойлаймын. Бәрлеріңіз құрметтеймін. Осылай елім жерім деп қолдарыңыздан келгенше әрекет жасап отырсыздар. Үйлерінде қарындарын тойдырып, соны туалетке апарып тышып жатқан адамдардың қатарынан емессіздер. Сол үшін ризамын. Бір-біріміздің қателігін, кішкентай қателіктерімізді кешіріп, жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асыруға тырысайық. Өзіміз қазір ақпараттық соғыс болып отыр ғой. Мен өзім жазу жағына жоқ болсам да, сол ақпараттық соғыс арқылы халықпен жұмыс істеп жатырмыз. Қолдан келгенше. Қанша рет қамалып та келдік, оның бәрі мақтанып айтпаймыз да, оның бәрі бізге мақтаныш емес. Өйткені біз әлі нәтиже жеткен жоқпыз. Мынаның өзім нәтиже деп ойлаймын. Кішкентай тырнақтың шындай болса да, біраз адамдар бас қосып, неге осы арада 16-17 өңірдің адамдары барлығы жоқ? Неге 8-ақ өңірдің адамдар отырмыз қазір? Міне осы қолға бірінші осыны алу керек. Келесі жиналыста 16 өңірдің адам, 19 өңір ма бізде? Барлық өңірдің болсын белсенділері. Жоқ дегенде бір адамнан. Басқа белсенділер соның қаражатын көтеріп алуға болады ғой. Осыны қолға алып, ары қарай жұмыс істей берейік, қолдаймын бәріңізді. Бәріңіздің айтып жатқандарыңыз дұрыс. Бізге шынайы тәуелсіздігімізді алу керек. Өйткені қазір мынау жерімізді, өзіміз қазақтарға не керек? Жеріміз керек, салт дәстүріміз керек, тіліміз керек. Болды, осы шарт талаппен біз бас қоса аламыз. Үшеуі де қорланып жатыр қазір. Үшеуін де біз түк істей алмай жатырмыз. Өйткені бізде ауызбіршілік жоқ. Адамдарды мүлдем құтқарып алған жоқпыз. 40-қа жуық адам бар, қамауда жатқан саяси тұтқын. Дәлеліміз бар. Бәленбай адвокаттары бар. Заң аясында біз оларды шығарып алмай отырмыз. Бірақ бәрібір сол заңмен жүргіміз келеді. Бірақ ол орындалмайды. Біз бәрібір соны істей береміз. Түрмеде адамдар өліп жатыр ғой. Думан Мұхаммедкәрім өлім аузында жатыр. Марат Жыланбаев өлім аузында жатыр. Әйгерім әне өзінің жартылай уақыты келсе де, шығатын уақыты келсе де, шықпаймын деп отыр. Мен сендерден сұрамаймын, кешірім сұрамаймын деп отыр. Жігерлік қой оның өзі. Содан үлгі алуымыз керек. Ана Арон Атабек кеше 15 жыл түрмеде отырды. Кешірім сұраған жоқ. Не үшін 15 жыл отырды? Өйткені өзінің ар-намысын бергісі келген жоқ, кешірім сұрағысы келген жоқ. Сол үшін анау қамалудан, өлуден қорықпай ағайындар. Жеңіске жеткіміз келсе, нар тәуекелге берік болып, өлімнен де сотталудан қорқудың керегі жоқ. Ойбай, битсек сөйтіп соттап жібереді, битсек қамап тастайды. Басымызға жазған көреміз, бір Алла бізді қолдайды, ниетіміз түзу болса. Сол мен айтайын деген, бәріңізге сәттілік, келесі жиындарға бәріміз келуге тырысайық. 1-2 адамнан болсын жіберейік әр өңірден. Жерге қарап қалған жоқпыз ғой. 500 теңгеден 1000 теңгеден жинап берсек, 1-2 адам жолын тауып береміз ғой әр өңірден. Соны қолға алсаңыздар. Рахмет.